Құрметті ұлағатты ұстаздар және оқушылар, Шоқан Уәлиханов мектебінің ұжымы. Қазақстан Республикасының егемендігінің бірден-бір белгісі мемлекеттік шекара. Ұлан-ғайыр қазақ жерін ата-бабаларымыз ақ тілектің ұшымен, ақ найзаның ұшымен қорғап қалғаны бәрімізге белгілі. Шекараны құрлықта, әуеде, теңізде күзету мен қорғау Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметіне тапсырылған. Ол үшін кәсіби маман атану үшін гуманитарлық және техникалық білім мен адамгершілік, әділдік сияқты құндылықтар қажет. Осындай білім нәрін сусындатқан, кәсіби маман атануға үлесін қосқан ұстаздарыма, атап айтқанда Ғалия Бегдайырқызы, Салтанат Жанұзақызы, Анар Боқтабайқызы, Әйгерім Құрманғалиқызы, Баян Оспанбайқызы, тағы басқа ұстаздарыма алғысым шексіз. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жыл мерейтойы қарсаңында отбасыларыңызға табыс, зор денсаулық, амандық тілеймін.